Гүлмирамен кездесетін болдым достар. Гүлмирамен кәдімгі Гүлмира қыз бар ғой шіркін. Гүлмира қатын ана қалада компанияда істейді деп айттым ғой. Алдын бірнеше рет онымен итерістік. Сол Гүлмирамен кеше WhatsApp-тан сөйлесіп. WhatsApp бар, WhatsApp-тан сөйлесем арасында. WhatsApp-тан сөйлестім, кеше маған айтады, енді кітап туралы әңгіме болды бізде, түрлі кітаптар, түрлі бизнес туралы, түрлі мотивация туралы кітаптар, Сонымен енді мен одан ана кітаптарды обсуждение қылдық, түрлі Роберт Кийосакидің кітаптары бар ғой, Тони Роббинстің, Джон Кехоның түрлі кітаптарды, аудио кітаптар туралы және бұлай кітаптар оқитын. Сол обсуждение қылған кезде айтты, менде кітап бар деді, бір деген кітап бар екен, Кийосакидің кітабы, Сол кітапты обсуждение қылдық, енді кітапты берсейші десем, жақсы деді, берейін деді. Онда кездесейік деп өзі айтты, шіркін, өзі де шіркін енді амын жалатқысы келіп жүрген болу керек енді, амы қышып жүрген шығар да шіркін. Ол алдын айттым ғой, ол алдын баяғыда саунада кездескен кезде ол менің бетіме отырып кәдімгідей мені тұншықтырып, бұтындағы тұрсиын шешіп ұстап, қара Мерседесі бар еді, тұрсиын шешіп ұстап саунада, менің бетіме отырып изеңдеп, алдыға артқа кәдімгі полный бетімді тұншықтырып отырып, изеңдеп, менің бетіме бітіріп жіберіп өтірген бет аузым деген шылғыған, не болып қалып еді сұйықтық, сол кезде есінен таңғанша болды ыңқылдап қалып өтірген, Осы каналымда бар, ол туралы айтқам мен, қыста саунаға барған туралы, сол жағдайды тағы да шіркін қайталағысы келіп жүр ғой, шіркін енді не дегенмен тірі жан ғой, әйел адам, үлкен қатын енді, Ол енді үлкен қатын енді, достар, енді ол жас жігіттер енді оны оншалықты итере қоймайтын шығар да, оған енді былжыратып жылайтын енді мен сияқты бір послушный бір адам керек қой, енді мен оның айтқанын тыңдаймын. Сол айтайын дегенім, кітапты бересің ба деген кезде, жақсы кездесейік, кездескенде апарам деді, өзі айтты, сонда шіркін жүрегім гым ете қалды, шіркін жарықтық. Бір жылайтын болды ма бұлжыратып деп, сол жақсы қайда кездесейік дегенде, білесіз бе достар, қайда айтқан? Осы қаладағы, біздің облыс орталығындағы ең қымбат қонақ үйлердің бірін айтты, Ол әдеттегідей өзі айтты, сол қонақ үйде, пәлен деген қонақ үйде, көңіл бөлмедім алдын, кейін интернеттен қарасам, ол өте қымбат қонақ үй екен, гостиница. Сол қонақ үйде кездесеміз деді, мені өзім нөмір алып, пәлен нөмір деп хабарласатын болам деді. Заране деді, сонымен жақында кездесеміз енді, достар, сол қонақ үйде кездессеген шіркін енді анық білемін енді. Ол тек қана кітапты беру үшін мен қонақ үйге шақырып атқан жоқ қой, солай емес пе? Егер тек қана кітапты бергенде жай ғана кел, пәлен жерде алып кет, или берем дейтін еді ғой, солай ма? Ол жарықтық енді мені гостиницаға шақырып атыр, қонақ үйге кел, берейін деп, сол. Жалап бересің деген сөз ғой, или баяғыдай осы бетіңе отырып қинаймын деген сөз, Содан шіркін Гүлмира қызды енді тағы да сол, сол жақсылап бұлжыратып жалап беріп, аузына да беріп, аузына бітіріп, шіркін енді тағы да бір жақсылап жалап бермесе, мен білмеймін, бұл ретте итерем ба кәдімгідей, мына жағымды тығып, кейде көтеннен де итеркім келеді, көтеніне жақты тығып, енді көреміз енді оның барғасын, енді настроениеге қарап, ситуацияға қарап көреміз. Достар, сол енді кеше кездесейік деген кездесіп орнын айтқаныңыз жоқ, қуанып достар.
сіздермен бөлісіп отқаным ғой достар. Шіркін ай. Гүлмира қызда енді шіркін қайтсын енді. Ол да итеріскісі келеді, ол да кайып алғысы келеді ғой шіркін. Сонымен менің осы қысқаша жақсы жаңалығым сол сіздерге. Алдағы уақыт кездескен кезде бәрін толық деталіне айтып беретін боламын, не істеп не қойғанымызды. Бірақ міндетті түрде енді бытыратып жылайтын боламын әрине. Себебі ол маған жалатып үйретті ғой шіркін. Ол жылаудың кайфын біледі. Сол міндетті түрде бытыратып жылаймын енді. Көтерін тілімді тығып жақсылап. Көтеріне тілімді тығып, амына да сорып, амын еміп сорып, жеңіл тістеп, шіркін. Сонымен алдағы уақыттар достар, алысқа кетіп қалмаңыздар. Алдағы уақыттар міндетті түрде бәрін толық айтатын боламын сіздерге. Сонымен осындай жағдай достар.